Бір-ақ минутыңызды алатын оқтаусыз, ашытқысыз осындай нәзік қамырлы пиццаны дайындап көрдіңіз бе? Рецепт керек болса сақтап алып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен маған жұмыртқа керек, сол үшін қораға барып, тауықтарымның жұмыртқасын алып келдім. Бұл да әрең берді әйтеуір, жұмыртқасын қызғанып, не болса да бір келіп тұрғасын жұмыртқасын түгелдей алып кеттім. Қыс мезгілі болғасын жұмыртқаны тастауға да болмайды. Үйге келіп, бірден бір жұмыртқамды жарып, майонез, қаймақ, дәміне қарай тұз және де 1, 2, 3, 4, 5 қасық ұнымды салдым. Үстіне шамалы разрыхитель қостым. Жақсылап араластырғаннан кейін дәл осындай нәп-нәзік қамыр дайын болады. Алдыңғы жылғы пісірген пиццадан қалған осы қағазды жайып, үстіне қамырымызды жағып шығамыз. Енді бөлек ыдысымызға кетчупты, майонезді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді жақсылап қамырымыздың бетіне тегістеп жағып шығамыз. Бұл пиццаның қамырын ашытып, оны күтіп, уақыт жіберіп тұрмайсыз, бірден салып жібересіз. Дәл осы моцарелла сырын пайдаландым. Енді қызып тұрған пеште 150 градуста 10 минутқа пісіріп аласыз. Дәміне енді сөз жоқ, керемет болып шығады ғой. Бізге ас болсын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.